кеш, құрметті көрермендер, армысыздар, қадірлі ағайын. Міне өздеріңіз білесіздер, қазіргі заманда ақшаң болса, қалтаңда бәрін істеуге болады шіркін. Ақшаң болса, қалтаңда оқуға да түсесің, жұмысқа да орналасасың. Ал бұрында студенттер таңертеңнен кешке дейін естері танып, кітапханадан кітапханаға шауып, кітапханалардың кітаптарын тауысып, ертең экзамен деп жүруші еді. Ал қазіргі студенттер рахат. Папасы мен мамасы ақшасын төлеп тастайды, баласы сыраханадан сыраханаға шауып, сырахананың сырасын тауысып, кітапхананың қайда екенін білмейді. Ал енді осы студенттер экзаменді қалай тапсырады деп ойласаңыздар, мен сіздерге қазір ақшаң болса қалтаңда, талтаңда бала, талтаңдатты әзіл сығамды ордап берейін. Қабыл алыңыздар. Салам алейкум мұғалім. Мұғалім, ассалам алейкум. Қалыңыз қалай, жақсы ма? Ей, көке, неменең айқайлайсың? Кімсің сен? Мәссаған мұғалім, мені ұмытып қалдыңыз ба не? Мен әлгі жылында 80 мың төлеп тұратын, экзамен сайын 20 мың төлеп тұратын Мырзабаевпын ғой. Мырзабаевсың ба? Молодец, Мырзабаев. Ей, сен неғып келдің, ей? Ой, тек просто өзім ағай. Өтіп бара тұрып соғып кетейін деп, сізді бір көріп кетейін деп. Ой, молодец. Экзамен тапсырып кетейін деп келген шығарсың. Мен ағай ештеңе білмеймін ғой. Сен ештеңе білмейсің. Ертең мектебіңді бітіресің, институтыңды бітіресің, сонда бір мектепке барасың. Сабақ бересің, сен сонда сабақты қалай берейін депсің, Мырзабаев? Барамды айтам, оқушылар 36-шы бетті ашыңдар, сол ертең маған оқып келдір деймін. Ай, жарайсың. Ал біреу болмаса бір сұрақ қойса, не дейсің? Қыдырақты дұрыстап оқыңдар, соның ішінде бәрі бар деймін ағай. Ой, жарайсың, Мырзабаев. Бірақ та өз еңбегіңе бір экзамен тапсырып көршеш. Өз еңбегіңе. Мейлі ағай, тапсырсам тапсырайын, бәрі алмаймын ғой, несіне орқам. Жақсы, Мырзабаев, онда мына сұраққа жауап бер. Қазақ, орыс, ағылшын әндерінде қандай айырмашылық бар? Ешқандай айырмашылық жоқ ағай. Қалай? Мысалы былай ағай, орыстың өлеңін айтайықшы. Я тебя люблю, честно говорю деген өлеңді ағай. Қазақша аударып алсақ, мен сені сүйгем, жаным шын айтам болып жатыр ағай. Осыны ағылшынға аударып алсақ, even I love you, Mr. I love you болып жатыр ағай. Ағай, енді әндерінде ешқандай айырмашылық жоқ. Енді сөздерінде айырмашылық бар қойғанда. Әр елдің тілі әртүрлі. Бірақ ағай қараңызшы, кейбір ағылшынның әндері бар. Соны дискотекаға жіберсе, жастар қара терге түспейді ағай. Осындай өлең бола ма екен, қараңызшы. Кейбір орыстың өлеңдері бар ағай, кейбір орыстың өлеңдері басынан аяғына қазағымның өлең алсақ қой. Жалқаубек, басамыз, таңғаны жасаймыз ағай, керемет ағай. Ағай, менің айтайын дегенім, қазағымның әніне не етсің? Молодец, Мырзабаев. Ай, мен сен ештеңе білмейтсем, сен бәрін біледі екенсің ғой. Ой, сол білгенсің қойған келмей жүрген. Ой, молодец, Мырзабаев, молодец. Тағы қандай өнерің бар? О, ағай, өнер деген менде шаштың ұшынан башпайын ба сен тұнып тұр ғой. О, ағай, сізге оркестр болайын ба? Қалай? Мысалы былай ағай, сіз аздап әртіңіз, мен дирижер отырғанда қолым тиіп кетер. Залда қалып отыр, ведущий таңғадан хабарлап отыр ғой. Республикалық жарысқа барайын деп тұрып бара алмай қалған, облыстық жарыстан алайын деп тұрып ала алмай қалған, аудандық жарысқа қатысайын деп қатыса алмай қалған, бірақ та өзінің ауылында жүлделі 2-ші орынға ие болған. Алдарыңызға Мырқымбай сазды фольклорлық ансамбль шақырамыз. Дирижері Мырқымбаев Алжыған Елербайұлы. Деп ағай ары қарап тұрады ғой, мен бері қарап тұрайыншы. Мынау оркестр болсын. Содан дирижер сахнаға шығады. Домбырашылар неғасын түсінбейді ағай. Деп тұрып ағай жайлап бір күйді бастайды ғой. Молодец, Мырзабаев, молодец. Қандай өнерің бар? О, ағай, сізге Индия болайын ба ағай, Индия. Индияда Метхун Чакрабарти сахнаға шығады.
шана екен десек оларша қыз екен ғой. О, ағай сізге татар болайын ба, татар. Татардың өлеңдері күшті ғой. Оң қолымда бес шаушақ, сол қолымда бес шаушақ, екеуінде қоштар болса қойлады екен 10 шаушақ. Он аяғым 5 башпай, сол аяғым 5 башпай, екеуінде қоштар болса қойлады екен 10 башпай дейді ғой. О, ағай сізге қырғыз болайын ба, қырғыз. Қырғыздың өлеңдері де күшті ғой. Қырғызда бір Манас деген батыр болыпты ғой. Өзі мощный оған болыпты ғой. Жалғыз өзі атпен шауып келеді дейді. Мына жақтан мыңдаған атпен солдаттар шауып кетсе, Манасты көрсе бұрылып алып қашып кетеді дейді ғой. Соған бір қырғыздың ақыны бүйтіп ән шығартты ғой. Манас батыр келеді, көтер етеді, атпен шауып келеді. Қарсы келген дұшпанға бұтына қолын салады, уыстап жүріп алады, әйнегіне тағады, әрмен қарай шабады, бұтын өтеді, бұтын көтер дейді ғой. Ағай, нормальный ма ағай? Нормальный ма? Молодец, Мырзабай, молодец. Ағай, енді неше қоясыз? Тәк, мен сен мұны жабанға неше қойсам екен? Мырзабай үлкен 4 қояйын. Ағай, бағадан бері аузын жаппай сөйлеп әтім ағай. Үлкен 4 қойғанша ағай, бір сүмірейіп тұрған 5 қойықшы ағай. Болмайды, Мырзабай, болмайды. Жақсы ағай, болмаса бір сұрақ қойықшы 5 кезек шықса ағай. Жақсы. Онда маған Мырзабай мына сұраққа жауап берші. Адам баласы неден жаратылды? Анау ән сабағы ма ағай, биология сабағы ма? Көкеме саған сұрақ қойып тұрмын ғой. Жақсы ағай, сіз сұрақ қойсаңыз мен айтамын ғой. Адам баласы. О, біз қазақ маймылдан. Көке, жалғыз сен емес маймылдан. Жоқ ағай, жалғыз қазақ маймылдан. Қалай? Мысалы былай ағай, грузиндер шимпанзеден, армяндар обезьяндан, орыстар горилладан, біз қазақ маймылдан. Қалай сонда? Мысалы былай ағай, шимпанзе, кикабадзе, шыбырнадзе, меладзе, ойпадзе, армян, обезьян, аркапион, петросиан, артониан, дартанян, картанян. Орыстарда горилла, Марина, Катерина, Ирина, Марина, Сарина. Ағай, бізде қазақта маймыл, айгүл, райгүл, айнагүл, жайнагүл, майнагүл, қайнагүл. Ағай, сол гүл-гүлдерден біздер жаратылғанбыз ғой. Молодец, жақсы 5 қояйын болсын. Ағай, экзамен тапсырдыған деген бір күшті екен ғой, тағы бір сұрақ қойыңызшы. Көке 5-тен артық баға жоқ, бар енді. Ағай, жайын бір сұрақ қойыңызшы, сосын кетем ғой. Кет деймін саған. Ағай, кет деймін саған. Жақсы ағай, пока чау. Ағай, пока чау. Тұрсынбек Қабатов.